Сәлем достар, сіздермен Мөлдір. Бүгін сіздерге жаздың күні өте көп дайындалатын голубцидың немесе фаршированный перец деп аталатын тағамның рецептісімен бөліскім келеді. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ыдысымызға тартылған ет, майдалап туралған пияз, жуып тазаланған күрішімізді саламыз. Дәміне қарай тұз бұрышымызды қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Тәтті бұрыштарымызды жуып, ішін тазалап қойдым. Енді осы тәтті бұрыштың ішіне салмамызды саламыз. Мен ортасын кішкене тесіп қоямын. Сонда бәрі бір келкі пісіп шығады. Енді сорпасын дайындаймыз. Ыдысымызға сұйық май құямыз. Майдалап туралған пиязымызды саламыз. Үкіштен өткізілген сәбіз қосып, қызанақ қосып, араластырып, дәміне қарай тұз бұрышымызды салып, қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Суымыз қайнағанша астын орташа отқа қойып, дайын болған тәтті бұрыштарымызды осылай салып шығамыз. Тамағымыз орташа отта 30-35 минут пісіп шығады. Пісуіне 5-10 минут қалғанда картошка салып, толық барлығын пісіріп аламыз. Піскен тәтті бұрыштарымызды міндетті түрде сүзіп алған дұрыс, сонда езіліп кетпейді. Жаздың күндері ең көп дайындалатын, әлі ең көп желінетін ыстық тамақтардың бірі болып саналады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеом ұнап жатса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз менің каналымның ары қарай дамуына маңызды.